Өк жетпес. Баяғы бір замандарда Көкшетаудың бауырын бір батыр мекен депті. Өз асқан мерген екен. Мергеннің кәсібі бүркіт салып аң аулау болыпты. Ол кезде көкшеге ауып келген Оралдың әғиғатты орасан күшті бүркіттер мекен дейді екен. Батыр аңшы бір күні аң аулап келе жатып, бейне алып күшті дәу, қолмен текшелеп жиып қойғандай үшкір, найзаланған биік тастаудың шың басына бүркіт адам тәрізді жәндікті бүріп қона бергенін көріп қалыпты. Сол арада мерген апырмай мұның жемі адам тәрізді ғой деп ойлайды да, жалма-жан садағын ала салып бүркітті көздеп тартып жіберіпті. Зулаған оқ үшкір таудың ортасынан аса көзделген шын тасқа жетпей қайтып жерге түсіпті. Оғын жеткізе алмайтын сезген батыр аңшы көңіліне бір күдік келіп дереу үйіне жүгіріп келсе, әйелі зарлап жылап отыр екен. Жаңағы бүркіттің бүрген жемі батыр аңшының жалғыз қыз екен. Ашынып күйінген батыр аңшы, ең болмаса қызымның сүйегін қолыммен көмейін, құлап өлсем, жалғызымнан жаным артық па деп тәуекелге бел байлап, құс болмаса бұрын адам шықпаған найза тасқа өлдім талдым дегенде өрмелеп шығады. Қызының сүйегін тауып алып, таудың түбіне қолынан жерлейді және сол тауға өк жетпес деп ат қояды.